Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін ақша ағашының шипасы туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Болашақта менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін. Бүгінде ақша ағашы деп аталатын өсімдікті көп үйден кезіктіруге болады. Яғни оны үйге ақша шақырады деп өсіреді. Бұдан бөлек оның бактерияға, вирусқа, қабынуға да қарсы әсері зор екен. Осыған орай гүл өсірушілер мынандай рецепттер ұсынады. Ақша ағашы ерінге ұшық шыққанда пайдалы. Ол үшін бірнеше жапырағын шырынын сығып алып, бүлінген жерге әр 30 минут сайын қойып тұру керек. Шырынды матаға сіңіріп, оны бүлінген жерге пластырмен бекітіп қойса да болады. Екінші пайдасы, ангина мазалағанда 10 жапырағынан сығылған шырынға 200 мл су араластырып, онымен тамақты күніне 3 рет шайған дұрыс. Таңертең тамақтан 1 сағат бұрын 2 жапырағын әбден шайнап жеу керек. Оны пилонефритке де қарсы пайдалануға болады. 5 жапырағын уақтап, үстіне 200 мл су құйып, сосын 1 сағат тұндырып, сүзіп алады. Күніне 1 ас қасықтан 3 мезгіл тамақтан 15 минут бұрын ішеді. Артрит, артрозға қарсы қолдану. 10-15 жапырақтың шырынын сығып алып, бүлінген буынға ұйқыға жатар алдында жақпама есебінде қолданады. Ақша ағашының жапырағын тіліп, геморройға қолданса көмектеседі. Жарақат, жара, күйік, соққы әсерін жою кезінде де ақша ағашының жапырағын ботқа жасап зақымданған жерге жағу, үстінен дәкемен бекіту керек. Әр 2-3 сағат сайын таңғышты алмастырып тұру қажет. Ескерту: ақша ағашының мышьяк көп, сондықтан одан жасалған тұнбаны көп ішуге, жалпы оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Осыны ұмытпаңыз. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар.